Баршаңызға сәлем достар. Мен бүгінгі видеода осындай қағаздан жасалған көбелектің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Оны жасау үшін ең алдымен бізге А4 парақ керек. Ең алдымен біз А4 парақты шашып пішіндес етіп қиып аламыз. Қиылған шашымызды алып, ашып, келесі бетін аударып, үш бұрыш пішіндес етіп, пішін жасаймыз. Содан соң шашымызды ашып, симметриялы етіп бүктейміз. Ал енді бүктелген жерлер арқылы үш бұрыш пішінді жасаймыз. Бір бұрышын алып, екінші бұрышының басына апарамыз. Келесі бетін де дәл осылай жасаймыз. Ал енді келесі бетін аударып, видеода көрсетілгендей етіп, жартылай бүктейміз. Міне осындай пішін пайда болады. Осы кезде осылай ашып, бұрышынан үш бұрыш пішінді жасаймыз. Келесі бетін де дәл осындай пішін етіп жасаймыз. Міне біздің көбелегіміз дайын болып келе жатыр. Пайда болған үш бұрышты керісінше бағытқа қарай майыстырамыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп жасауға тырысыңыздар. Бұл біздің көбелегіміздің басы болады. Ал енді пайда болған симметрия пішінімізді бірдей етіп бүктейміз. Осылай қаламмен сызып алсаңыздар болады, сол кезде бүктеу оңай болады. Екі бетінде дәл осылай бүктеп аламыз. Міне біздің көбелегіміз дайын болып қалды. Енді соңғы амалды орындаймыз. Міне дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп бүктеңіздер. Міне біздің көбелегіміз дайын болды. Осындай өте әдемі, дәл көбелек пішінді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіз видеоны дәл осы жерге дейін қараған болсаңыз, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.